Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге қызылшадан жасалған өте дәмді, құрамы витаминге бай салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Бұл салатты жасау үшін ең алдымен бір пиязды алып, екіге бөліп, осылай дөңгелектеп, сақиналап турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта дәл осындай көптеген жеңіл заттармен жасалатын рецепттер шығады. Пиязды осылай етіп, бір-бірінен ажыратып бөліп аламыз. Келесі кезекте қызылшаны осылай етіп, жіңішкелеп, төрт бұрыштап, яғни кубиктеп турап аламыз. Қызылшаны мен алдын ала 1 сағат қайнаған суда қайнатып алдым. Қызылшаны дайындап болғаннан кейін келесі кезекте бір банка кукурузды алып, осылай етіп салып аламыз. Мен жартысын салдым. Аздаған укроп, яғни ас көкті де жіңішкелеп, ұсақтап турап алдым. 1 штук чеснокты алып, осылайша жіңішкелеп турап аламыз. Чеснокты ұсақтап турағаннан кейін оны да салатқа қосып, келесі кезекте дәміне қарай тұз, бұрыш және де кориандр қосамыз. Сұйық май немесе зәйтүн майын да қосуға болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Құрамы арзан, әрі денсаулыққа өте пайдалы. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осындай көптеген жеңіл, пайдалы салаттардың рецебі және де үйдегі қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецепттер шығады.